Жамбыл облысы Меркі ауданы номері 5-ші Ағарал жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Бегасилова Мөлдір Амантаевна. Қазіргі уақытта STEM әлемдік білім берудің басты тренді болғандықтан, модельдеу әдісі білім алушылардың алған білімдерін қоршаған орта процестермен байланыстыруға және жобалық ойлауына мүмкіндік береді, және білім алушылардың ғылыми зерттеушілік дағдыларын дамытады. Әртүрлі нысандардың, құралдар мен жабдықтардың модельдерін жасап, сол бойынша оқыту тиімді деп ойлаймын. Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Көңіл күйіміз қандай? Керемет! Жақсы. Олай болса, бір-бірімізге күлімдеп, сәттілік тілеп қояйық. Өткен сабақты қайталау үшін Wordwall платформасының сұрақтарына жауап берейік. Май туралы не білеміз? Жақсы айта ғой. Тамақтағы майлардың біраз бөлігі адам ағзасындағы май қорын жасауға жұмсалады. Май жануарлар мен өсімдіктерден алынады. Жақсы. Келесі. Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Кән жақсы айта ғой. Дұрыс тамақтану дегеніміз құрамында нәруыз, май, көмірсу сияқты құнарлы заттар бар тамақты тиісті мөлшерде қабылдау. Өте жақсы, жарайсың. Ал келесі сұраққа дайындаламыз. Көмірсулар не береді? Жақсы, Кәні? Көмірсу күш, қуат, энергия береді. Көмірсу екіге бөлінеді. Қарапайым және күрделі түрі кездеседі. Өте жақсы. Олай болса, балалар, бүгін біздің жаңа тақырыбымыз ас қайда қорытылады деп аталады. Бүгін сендер сабақта адамның ішкі ағзаларының орналасуын білесіңдер, ас қорыту жүйесінің қалай жұмыс істейтіндігін түсінесіңдер. Ал енді бәріміз назарымызды мына бір видеоға аударайық. Жедел тамақ ағзада 6-8 метр жол жүреді екен. Бұл қалай? Байқап көрейік. Тағамның саяхаты. Балалар, енді бізде бірінші тапсырма ол топтық жұмыс. Бірінші топ бізде ас қорыту деген не деген сұраққа жауап береді, постер қорғайсыздар. Екінші топ бізде айттық қой, тамақтың қорытылуына бізге ең негізгі қызметті не атқарады екен? Тіс, тістің құрылысын, қызметін және тістің күтімі туралы тістің моделі арқылы бүгін жауап бересіздер. Ал енді үшінші топ ас қорыту жүйесі қалай жүреді, соны модельдер арқылы көрсету. Бірінші топ жұмысымыз дайын ба? Жақсы. Кәні келе қойыңдар тақтаға. Бұл барысында ас ағзаға сіңуге ыңғайланып, бақ бөліктерге дарайды. Осы үдеріс ас қорыту деп аталады. Екінші топ тістің құрылысын, қызметін айтуға дайынсыз ба? Жақсы, келе қойыңдар. Олар тамақты бөлуге арналған. Оның жанындағы үшкір тістер тамақты ұсақтауға көмектеседі. Және жалпақ дөңес тістер олар азу тістер. Олар тамақты жақсылап тұрып ұсақтап шайнайды. Үшінші топқа ас қорытуға қандай мүшелер қатысатындығын модель арқылы көрсету керек болған, Ас өңеш арқылы асқазанға түседі. Мұнда асқазан сөлімен араласып, жартылай сұйық босқаға айналады. Одан әрі ас қорыту аш-ішекте жалғасады. Бұл жерде аш-ішектің қабырғалары арқылы құнарлы заттар қанға өтеді. Ал қалған тығыз қалдықтар тоқшек арқылы сыртқа шығарылады. Өте жақсы, тамаша, жарайсың. Балалар, ендігі біздің жұмысымыз ол жұптық жұмыс сәйкестендіру әдісі арқылы орындалады. Кәні, жұптаса салынды. Балалар, бүгінгі сабағымыздан алған білімімізді кері байланыс жасау үшін дұрыс тамақтану пирамидасын құрастырайық. Жаратылыстану бағытындағы білімдерін тәжірибемен ұштастыра отырып, деректерді талдап бақылайтын басқа да модельдермен өткізілген сабағымнан үзіндіні ұсынамын.
Қан екі шеңбер бойымен өтеді. Біріншісі өкпе арқылы, ал екіншісі бүкіл ағза арқылы өтеді. Тыныс алуға қатысатын мүшелер тыныс алу жүйесі деп аталады. Оған кеңірдек, мұрын, ауа тамырлар, өкпе жатады. Шығару жүйесіне қос бүйрек, қос несепағар, қуық, несеп жолы жатады.